Өткен сабақта теопортал бағдарламалық ортасында қарапайым жоба құруды үйрендік. Енді контроллер мен компьютер арасында байланысты қалай орнату керек екендігін көрсетеміз. Басқару блогын 220 вольттық кернеуге жалғап, оны іске қосамыз. Контроллерді іске қосқаннан кейін, оны стоп режиміне қоямыз. Және де Ethernet кабелін оның ұяшығына жалғаймыз. Контроллердегі Ethernet кабелінің екінші шетін қапқа жалғаймыз. Және бұл қапты компьютермен байланыстырамыз. Мұндағы 1500 сериялы контроллер бізде қорек блогының процессор модульдік блогы және де 4 модуль блоктары. Бұндағы дискреттік кірістер, дискреттік шығыстар, аналогтық кірістер мен аналогтық шығыстар блоктары орналасқан. Бағдарлама контроллер қойылғаннан кейін оның MRS режимінде 3 секунд ұстаймыз. Кейін ран режиміне қойып, біздің бағдарламамыз сәтті жұмыс жасап жатқанын көреміз.